Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгінгі шығарылымда Toyota Alphard жайында болады. Қазақстанда хит болған Toyota Alphardтар, солардың жаңа модельдері. Бұл жерде 2019-2020 жылғы автокөліктер, таза жапондық жинақ, яғни оң рульді, право рулькі, 2.5 гибрид, өте жақсы, өз көзуына жақсы күш береді. Және де егер гибрид қаламайым десеңіздер, V6 3.5 мотордағы автокөліктер бар. Бұлар енді таза жапондық жинақ, состояниялары прям күшті көрініп тұр. Состояниясы да, комплектациясы да барлық жағынан жаңа, уже жыл жаңа болған екен. 300-дан комплектациясы артық болмаса кем емес шығар, көп нәрсе бар бұларда. Автокөліктер егесі қазір жоқ, себебі түн уақытысы болған екен. Қазір ішін көрсете алмаймыз, сыртының өзі состояниясы айтып тұр. Бұлар енді былайша айтқанда капитан сиденье, артының бәрі уже индивидуальный массажымен, басқасымен, барлық плавающий сиденьялар бәрі күшті ғой. Төбесінде люктармен қарасаңыздар, бір 15 шақты түрі бар, штук. Екі түрі, яғни гибрид және бензинде, бірақтан осы жерде 15 шақты штук бар, ақ және қара түстері ғана. Бағаларына келер болсақ, осы тұрысы бағалары 15 миллионнан басталып тұр, және комплектациямен жаңа бензин моторына қарап 25 миллионға дейін барады. Ал біздің Қазақстанда бұл Альфардтар колесоны қарап көрсеңіздер болады. Право рулькісі 38 миллион деп тұр екен біреуі, және одан левый рулькілері олар 53 миллионға дейін барады. 45 деп тұрғаны бар, 48 деп тұрғаны бар бұл автокөліктер. Бұл автокөліктерді біз сіздерге право рулькі болған себепті заңды түрде Қазақстанға тіркеп ала алмайсыздар. Сол себепті біз сіздерге бұны запчасть ретінде салып жібере аламыз. Себебі жылы жаңағыдай евро стандартқа сәйкес келгенмен бұлардың право рулькі болған екен. Біздің тех регламентке сай бұлар шамалы сұрақтар туындайды. Сол себепті қосалқы бөлшек ретінде Қазақстанға салып жібере аламыз. Егер сұраныс болса, әрмен қарап өздеріңіз енді көре жатарсыздар. Бірақ енді 2020 жылғы, 2019 жылғы мынандай состояниеде таза жапондық жинақ право рулькі прям идеальный состояние ғой барлығы. Мынандай комплектацияда, мынандай альфардтарды 15 миллионға алып алу деген өте енді күшті варианттардың бірі. Дисклерінің өзі қарасаңыз бұны. Әбәдемі хромированный, жап жаңа стильде. Тап-таза барлығы. Керемет. Егер бензин алам десеңіздер, одан шамалы қымбаттау жүреді. 5 күлші доступ, сыртының барлығы. Ішінен көрсете алмаймыз. Также мұны 360 камераларын айтын бар екен ғой, нәсілер. 2 люк, тағы не бар. Самолет қой іштің бәрі, айта берсең. Ал осы автокөліктер кімді қызықтырады, тапсырыс берем деушілер болса, хабарласыңыздар. Колесоны байқап көріңіздер.